Міне, сайтымызда хабарландыру бөлімін ашып отырмыз. Бұл бөлімде ақысыз түрде республика бойынша ұстаздарға арналған хабарландыру, құттықтау, жақсы тілектер жарияланады. Міне, енді бұл мәселеге байланысты айтатын, мысалға бұрын 8 наурыз ұстаздар күні осындай айтулы даталар болады ғой. Сол кезде редакциядан өзім жазатын құттықтауды. Енді ұстаздарға деп, сайт қонақтарына, сайт пайдаланушыларына, қолданушыларға деп. Ал қазір мысалға ұстаздардың өздері жазады. Мысалға бір мектеп өздері айтады, біз республика ұстаздарын құттықтағымыз келеді. Яғни сондай мүмкіндік арқылы бізден сайтымызда сондай жеңілдікпен жұмыс жасалып жатыр. Енді тағы да бір нәрсе, фирмалардың, мекемелердің, бизнес жобалардың жарнамасын жарияламаймыз. Жарияланатын хабарландырулар, содан кейін ең маңыздысы ескерту. Саяси, өсек аян, өтірік бағытындағы хабарландырулар жарияланбайды. Қатысымызды келесі. Неге? 90%. Қазір қолдарыңызда семинар бағдарламасы бар ғой. Соның арт жағына да біз қосып дайындадық, ақ қағаздарда. Сосын тұрақты түрде біздің сайтымызда материал жіберу деген жер бар. Сол жерде де қарап көрулеріңізге болады. Яғни міне сайтқа материал жіберудің ең оңай әдісі. Яғни бұрын біз мысалға сайтқа материалды қабылдаған кезде әркім әртүрлі қылып жібереді. Біреу былай жібереді, біреу былай жібереді, біреу материалдарын толтырып жібереді, бірақ ішінде ат жөн жоқ. Содан кейін бір 3 күннен кейін звондайды да ұрсады. Мен материалын жібердім, нағып шығармайсыңдар. Кімдікі екенін қайдан? Сондықтан сондай нәрселер болмас үшін қазір тұрақты түрде Mail.ru деп почтадан, енді ұстаздардың көбісі пайдаланатын почтадан осындай бір нақты шарт пайда болды. Яғни осындай үлгі бойынша жіберсеңіз, ол жарияланады, және суреті де шығады, презентациясы да шығады, барлығы да шығады. Енді міне тоқтамыз. Интернетте жұмыс істеу үшін ұстаздарға арналған ұсыныстар. Енді бұл ұсыныстарда біздің ұстаздармен байланысты жұмыс істегендіктен біздің жаңағыдай тәжірибемізден пайда болған ұсыныстар. Яғни біз енді ұстаздардан көп нәрсе үйрендік. Мысалға семинар өткізуді, ұстаздардың алдында сөйлеуді, оларға не қажет екенін, сабақты салуды, қандай материал салынады. Қазір тіпті келесі дамудың келесі сатысы сабақтан бәрі жиналып, материалдар жиналғаннан кейін оның сапасын тексеріп, арнайы бақылау, ақылдастар алқасы шығаратын сабақтарды сапалысын ғана шығаратындай, плагиаттан тексеретіндей сондай дәрежеге өсіп келе жатырмыз. Енді оның барлығы біздің ұстаздардан үйренгендеріміз. Енді ұстаздардан үйренгенмен қатар бізде өзіміз интернетте жұмыс істейтін ұстаздармен болғандықтан, ұстаздардың қалай жұмыс істейтінін көріп тұрғандықтан оларға бір ұсыныс айтайық. Яғни интернетпен жұмыс істеудің бір жолы болсын деп, интернетте тіркелуде жауапкершілікте болыңыз. Жеке тұлға ретіндегі статуспен ұстаз ретіндегі статусты шатастырмаңыз. Яғни бұның ең маңызды мәселесі, мысалға әрбір адам жұмыс барысында өзінің қызметкер, ал үйде ол біреудің анасы, біреудің келіні, біреудің ағасы, біреудің інісі. Мысалға сол тіркелген кезінде интернетте бәлен мектептің осындай адамы деп тіркелсеңіз, сіздің оқушыларыңыз да сізге де мұғалім ретінде қарайды. Егер просто тек қана ат жөнімен немесе бір лақапатпен тіркеліп қойсаңыз, ол жерде оқушылар да жазады, басқа да жазады, сосын сабақта отырып, апай сен әдемі суретіңізді көрдік қой, велосипедшімен көрдік қой деген сөздер шығады. Яғни сондай бір статус арасында бір шатастыру болмау үшін өзіңіз тіркелген кезде мұқият болып, жауапкершілікпен тіркелу керек. Одан кейін блогқа, әлеуметтік желілерге ыңғайсыз пікірлер жазбаңыз. Енді адам болғаннан кейін кейде бір эмоциялық жағдайлар болады, немесе бір қуаныш болады шектенсіз, немесе бір өкініш болады. Сондай жағдайларды мысалға ыңғайсыз пікірлерді жазсаңыз, немесе біреудің ұрысқаны болсын, ол интернет арқылы мысалға бір рет жазсаңыз, ол ары қарай таралып кетеді. Сіз өзіңіз жазғаныңызды өшіріп тастағанмен, ол басқа жерден шығып тұрады. Сондықтан осы жағынан да не болу керек, абай болу керек. Және өзіңізге интернет қолданудың өзіндегі ережелерін қалыптастырып, сол бойынша әрекет етіңіз, және оқушыларды да сол бойынша үйретіңіз. Енді біз ұстаздар болғандықтан, оқушыларға тәрбие беріп жүргендіктен, мысалға оқушыларға интернетке жақындама, агентке қосылма,
бүйтпе деп шектеу қоя алмаймыз. Себебі олар қанша оны шектеген сайын олар сонша оны пайдаланып, одан сайын қызығатын болады. Енді біздің де ұстаз ретінде міндетіміз оларға интернетті сауатты пайдалануды, дұрыс пайдалануды, нені көруге болады, нені көруге болмайды, оны анықтайтындай бағдар беруіміз керек. Yani ұстаз ретінде біздің ол кәсіби жұмысымыз. Және бесіншісі, интернет ол тәрбиелеу ортасы емес. Яғни интернетте ұрсып, ақыл айтып, біреуді тәрбиелейтін орта емес. Себебі интернеттің өзінің техникалық жағдайы солай. Ол техникалық ақпараттарды қолдану ортасы. Сондықтан оқушыларда интернетті сауатты пайдалануды үйретіңіз. Өкпе, реніш, ұрсу формасында сөздер қолданбаңыз. Және қолдану арқылы белгілі нәтиже болатынына үміттенбеңіз. Мысалы интернеттегі көп жағдайлардың бір несі, мысалы интернетте екі адам немесе екі адам, үш адам бір-бірімен ұрсып қалып соған оқып отырсаңыз, ұрсып қалған адамдардың сөздерін бір-бірі жамандаған сөздерін. Ол мысалы оны көріп отырғанмен одан ешқандай нәтиже шықпайды. Ол өз жерде көрді, келесі күні адамдар оны ұмытып кетеді. Келесі күні басқа бір ұрысып отыр. Сондықтан ол жерде ондай бір орын емес. Және өзіңіздің жеке ережелеріңіз болсын. Енді мына 45 минут кезет редакциясымен жұмыс істеу үшін ұстаздарға арналған ұсыныстар. Енді бұл ұсыныста 45 минут кезет редакциясы жағында 2 жылдан бері ұстаздармен тұрақты байланыста 40 мыңдық аудиториямен жұмыс істеп жүргендіктен неше түрлі жағдай болады. Соған байланысты да осындай бір ұсыныстар шықты. Мінекей сабақты жаңа көрсетілген белгілі форма бойынша қолданып жіберіңіз. Сол кезде суреттер де, презентациялар да барлығы да жарияланады. Және екінші, күнделікті жүздеген сабақтар жарияланатындықтан 45 минут кезет порталының алғашқы бетінен өз сабағымызды таба алмауымыз мүмкін. Сабағымыз материалдар жинағында. Енді бұл жерде де көбінесе мысалы мұғалімдер сабағын жібереді ғой, материалдарды жібереді, баяндамасын жібереді. Сосын айтады, мен таба алмадым сабағымды, шығармағансыңдар. Негізі мысалы сайтта поиск деген бар, Google. Соған мысалы сабақ жарияланған болса, өзіңіздің фамилияңызды жазсаңыз, сабақтың тақырыбын жазса, ол шыға келеді. Енді бірінші бетте ол барлығын бірдей орналастыру ол мүмкін емес. Бірінші бетте мысалға өзінің формасы бар, сол формада алғашқы 50, соңғы 50 материал шықты. Тағы да келесі материалдар үстіне шыға береді, сөйтіп одан кейін материалдар келесі бетке өте береді. Және де сабақ іздеу үшін Google іздеу порталын пайдаланыңыз. Енді төртіншісі, тағы маңыздысы, авторлық құқық бұзылғанын байқап, түзетуді қаласаңыз, редакция почтасына хат жіберіңіз. Тиісті шешімі қабылданады. Енді осыны авторлық құқық бойынша өте маңызды айтып өтетін мәселеміз. Сонымен барлық жерде, барлық облыстағы семинарларда барлығына да айтамын. Ол жерде кәдімгі басында тыңдайды, содан кейін шынымен солай болып айтады. Сіздер де мысалы шынымен солай болып айтасыздар. Енді мысалды мен былай айтайын. Қазіргі айтатын мысал, ол мысалда нақты бір сондай жағдай, шынымен сондай жағдай болды. Бірақ енді кім екенін ол нақты айтпаймыз. Енді мысал ретінде Ақтөбе қаласындағы бір мұғалім өзінің сабағын бізге сайтқа жібереді. Енді ол сабағымыз сайтқа шығарды, ол жақсы, ол сабағымыз сайтқа шықты деп, ол мұғалім жақсы болып еді. Сосын бір күні ол мұғалім тағы да қарап отырады, дәл өзінің сабағының тақырыбын, дәл сол сабақтың әркім өзінің сабағын таниды ғой. Сол өзінің сабағын тағы да шыққанын көріп тұрады. Қараса, мысалы үшін Шығыс Қазақстанның бір мұғалімі дәл сол сабақты шығарып қойған, өз атынан. Сосын ол мұғалім бүйтіп оқиды, қарайды өзінің сабағын. Өзінің сабағын таниды ғой. Сосын ойлайды, не істейді, бізге звондады, хат жазды, ұрысты. Біз не істерімізді білген жоқпыз. Шындығында не істерімізді білмейміз. Себебі ол кісі айтады, мынау менің сабағым, қараңдар. Сосын қарадық, шынымен екі сабақ бірдей. Сосын енді біз ол жерде конфликтті шешу үшін екі ортада жағдай екі ұстаздың, оның үстінде екі облыстың ұстазы ғой. Біреу мысалға Ақтөбе болса, біреу Шығыс Қазақстанда, мысал үшін. Сосын сондай шаруа болмас үшін айттық, енді біз шамалы түсіндіріп. Енді сіздің өтетін сабағыңыз, ол білім министрлігінің бекіткен жоспар бойынша, бағдарлама бойынша, ол жақта да өтеді сол сабақты. Сондықтан сіздің сабағыңыз ұқсас болуы мүмкін, сөздер ұқсас болуы мүмкін. Енді ол кісі мүмкін сіздің сабағыңызды алып, тәжірибесінде пайдаланған шығар.
Сосын сіздің сабағыңыздан бір 80% пайдаланып, сіздің сабағыңыз өткен шығар, қайта сіздің сабағыңызды көрдіңіз бе? Басқалар пайдаланып жатыр. Сіздің жарияланған сабағыңыз басқалардың пайдасына тиді деп біз мақтадық. Сонда да апай қайтқан жоқ. Апай жоқ, бұл менің сабағым, да өшірмейсіңдер, месіңдерді сотқа беремін, отқа беремін, неше түрлі сөздер айтты. Енді өзінің дұрыс екенін біліп тұрған адам ол қатты сөйлейді ғой. Сосын енді не істерін білмей, ол жерде ойлап, енді не істеуге болады бұндай жағдайда. Сосын апайға айтты, енді сіз өзіңіздің сабағыңыз екеніңізді қалай дәлелдейсіз? Қалай дәлелдейсіз сіздікі? Мүмкін сіздікі емес шығар. Сол кезде олар айтады, жақсы дейді. Мен өзім сабағым екенін дәлелдейтін дейді. Мысалға, әдебиет сабағы дейді, қазақ тілі әдебиеті. Сол айтады, біз қазақ тілі әдебиет сабағында белгілі бір тақырыпта өткен кезде дейді, сол тақырыпты байланыстырып, сол туған жердің, сол жергілікті жердің бір батырымен, биімен, сол белгілі тұлғамен байланыстырып оқушыларға түсіндіреміз дейді. Мысалы, осы Ақтөбедегі белгілі бір батырмен байланыстырып түсіндіріп, мысалы, Есет батырмен соны байланыстырып айтып өтеміз дейді. Енді қарасаңыз дейді, ана сабағында да дәл соны көрсетіп қойып дейді. Өзінің ауылының батырын жазса, мен үндемеймін ғой дейді. Яғни авторлық құқық деген мәселесі, ол енді болашақта келе жатыр. Плагиат деген программа бар, сол арқылы тексеріп салатын боламыз болашақта. Бірақ жағдай авторлық құқықты сақтап пайдалансаңыздар да, енді сайттағы материалдар пайдалануға бір өздеріңізге. Пайдаланғанда да мұқият, дұрыстап, сауатты пайдаланып, ол да сіздің өзіндік жұмысыңыз, өзіндік материалыңыз болып есептелетіндей болып жариялауға жіберіңіз. Енді бесіншісі, бұл да енді бір маңызды шаруасы, редакция қызметкерлерімен байланыс жасағанда нақты және сыпайы болыңыз. Бұл екі жақтың еркіненбей шаруаның орнынан шешілуіне әсер етеді. Енді нервленбей дегенде де мысалға осыны презентацияны дайындаған кезде әдейі қызылмен келіп қойып, бұл ең қысқа, ең түсінікті сөз. Бәрі есте қалады. Және өтініш. Яғни нервленбейден кейінгі өтініш бұл. Нервленбейді, бұдан кейін өтініш. Редакцияның байланыс телефондары занят немесе өшірулі болса, ренжімеңіз шешеді. Біз байланыстамыз. Уақыт және жұмыстың ретімен хабарсыз болғанымыз, сіз сияқты ұстаздармен сөйлесудеміз. Сізге де өз кезегінде жауап береміз. Және ең бастысы, сіздер бізбен, біз сіздермен әрқашанда біргеміз. Рахмет. Келесі құттықтау сөз қалалық білім бөлімінен келіп отырған Есімбаева Күлімжан сізге. Менің өмірге келіп, жер басып жүруіме себепші болған ата-анам, ал бойыма қанат бітіріп, жерден биіктеп өсіп шығуыма себепші болған ұстаз деген екен. Сондықтан қазіргі заманда бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыруда ұстаздың ата-анадан кейінгі әрине үлесі өте зор және жауапкершілігі өте жоғары деңгейде деп айтуға болады. Еліміздің болашақ тағдыры жас ұрпақтың қолында, жас ұрпақтың тағдыры ұстаздың қолында деп біздің елбасымызда әрбір сөзінде оны бізге нақты қадам айтып отырады. Қазіргі заманның басты міндеті білім мен ғылымды дамыту болса, ұстаздың негізгі мақсаты әлемдік стандартқа сай білім беру. Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептері тұжырымдамасында былай делінген. Мұғалімнің мамандық шеберлігінің басты белгісі оның психологиялық, педагогикалық жоғары әзірлігі болып табылады. Мұның өзі мұғалімнен педагогика мен психология ғылымдарының әдіснамалық негіздері мен категорияларын меңгеруді, жеке тұлғаның психология, физиологиялық даму және қалыптасу ерекшелігін білуді, ұстаздық шеберлігін үнемі шыңдай беруді, приоритетті кәсіби сапалық деңгейін талап етеді делінген. Яғни әрбір ұстаз, мұғалім өзінің оқушысымен, өзінің шәкіртімен жұмыс жасап отырғанда, әрине, біріншіден мұғалім, психолог болу керек дегенді мен әрбір үнемі осы мұғалімдермен кездескен жерде, әрбір жерде ауданға барсам да, қалада болсын, немесе дастархан басында болсын, үнемі айтып отырамын. Қазіргі біздің жастарымыз
психологияны көбіне меңгермей келеді деп айтсам, мен қателеспеймін. Себебі ата-анамен жұмыс, үш жақты бізде жұмысты Ыбырай Алтынсарин ғұлама біздің ұстазымыз айтып кеткен. Ол үшін біз әрине біріншіден психолог болуымыз керек. Содан кейін бар педагог, өзіміздің жаңағы пәнімізді меңгерген ұстаз болуымыз керек. Мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынасы ынтымақтастық педагогикасына негізделуі тиіс. Міне мен жаңа айтып тұрған сөзім осыны дәлелдейді. Яғни әрбір оқушыны, әрбір мұғалім, 30 мұғалім оқушы отырады ма, сол әрбір оқушының психология жағынан бірінші танып білуі керек. Әрбір өзінің шәкіртінің жүрегінен ол мұғалім орындалу керек. Бала кейбір жиналыстарға барғанымызда кейбір балалар айтады дейді, мен мектепке барғым келмейді, мен бармаймын, себебі менің математика пәнінен беретін мұғалім ылғи да маған 3 қояды, а басқа балаларға 4 қояды, бір есеп шығарса деген сондай әңгімелер айтып келеді. А ол неге? Ал мұғалім ол баланы әлі толық зерттеп білген жоқ. Ол баланың жүрегіне жол таба алмай тұр, ол баламен жеке жұмыс жасай алмай тұр деген сөз. Сондықтан мен қатты да кейде жай да айтуға тура келеді. Біздің мұғалімдердің жауапкершілігі өте жоғары, өте жоғары. Яғни ынтымақтастық педагогика дегеніміз осы. Әрбір мұғалім жаңағы өзінің оқушысымен ынтымақтастықта болу керек. Енді қазіргі біздің мұғалімдеріміз оқу материалын баяндап беруші. Яғни